Жақсы. Онда сот қаулы етті, келмеген куәлардың айғақтарын сот отырысында жариялауға. Құрметті мемлекеттік айыптаушылар, іс бумасын, парақтарын айта отырып, жариялауларыңыз сұраймын. Өйткені бұл куәлер сіздердің айыптау тарабының куәлері. 23 том, 155 парақ. Балпық Алихан Ерболұлы. Жалғастыра беріңіз, жариялай беріңіз. Кәмелеттік жасқа толмаған куәдан жауап алу хаттамасы 9 қараша 2024 жыл, басталу уақыты 11 сағат 30 минут, аяқталу уақыты 12 сағат 00 минут. Өзіне белгілеу мән-жайларды сұраған кезде куә келесіні көрсетті. Маған қойылған сұрақтарға төмендегідей жауап беремін. Жоғарыда көрсетілген мекен-жайда әкем 06.01.1975 жылы туылған Рускулов Ербол Балпыкович, шешем 1978 жылы туылған Магатаева Дарига Жанузаковна, қарындастарым 2009 жылы туылған Рысқұл Інжул Ербол қызы, 2012 жылы туылған Балпық Ақниет Ербол қызымен бірге тұрамын. Бұрын сотты болған жоқпын, нарколог және психиатр дәрігерлер есебінде тіркеуде тұрмаймын. Іс бойынша айтарым 03.10.2024 жылы түнгі сағат 23:00 шамасында мен үйден шешем Магатаева Дариганың атына тіркелген Hyundai Tucson маркалы мемлекеттік номері 809AR05 автокөлігін басқарып шығып, Талғар қаласының орталығына бардым. Мен негізі ақыға адам тасымалдаумен айналысайын деп ойлағанмын. Алайда жол жөнекей адам шықпаған соң сол орталықта тұрдым. Содан кейін Рысқұлов ауылының жоғарғы жағындағы Ақбұлақ курорт орталығына қарай бардым. Себебі сол жақта видео түсіріп Инстаграмға салу ойым болды. Мен өзім жалғыз автокөлікпен Ақбұлақ курорт орталығына бардым. Сол жақта автокөлігімнің таулы жерде тұрған видеосын түсіріп, ол жақтан түсіп биатлон деп аталатын шаңғы тебетін жерге шықтым. Осы биатлонға баратын жолда мен тауға қарай көтеріліп бара жатқанда ешкім болмаған. Шамамен 5-10 минуттан биатлон жақтан Рысқұлов ауылына қарай түсіп келе жатқан кезде жолдың бойында оң жағында Mercedes Кабан қара түсті мемлекеттік нөмірсіз автокөлік тұрды. Және Volkswagen Golf 3 маркалы көкшіл түсті автокөлік тұрды. Мен Volkswagen Golf автокөлігін танып қойдым, яғни менімен бірге Ақбұлақ Resort Golf клубында бірге жұмыс істейтін Тоқтабаев Нұрболдың автокөлігі болатын. Сол себепті мен аталған жерге тоқтадым. Ол жерде Тоқтабаев Нұрбол, оның інісі Азамат Шыңғыз, яғни Мерседестің иесі, және Дархан деген жігіт тұрғанын көрдім. Автокөліктердің ішінде кімдер болғанын көрген жоқпын. Мен осы жігіттермен амандастым, олардың мас күйде тұрғанын көрдім. Сол себепті тезірек кетіп қалуды ойладым. Осы кезде аталған жерге қара түсті Toyota Land Cruiser Prado маркалы автокөлігі келді. Оның ішіне Нұрқияс деген жігіт түсті. Нұрқияс менімен амандасып, не істеп жүрсің деп сұрады. Мен оған жай видео түсіріп жүргенімді айттым. Сонда Нұрқияс маған мына жерден кете бер, нең бар біздің арамызда деп айтты. Мен автокөлігіме отырып жоғары қарай кетіп қалдым. Басқа қосарым жоқ. Сұрақ: айтыңызшы, жүргізуші куәлік алдыңыз ба? Жауап: жоқ, себебі 17 жастамын. Сұрақ: айтыңызшы, Нұрбол, Азамат, Шыңғыз, Дархан және Нұрқиястың не істеп жүргендерін білдіңіз ба? Олардың қасында тұрғанда қандай әңгіме естідіңіз? Жауап: олардың не істеп жүргендерін білген жоқпын, ішімдік ішіп тойлатып жүрген шығар деп ойладым. Олардың қасында ешқандай әңгіме болған жоқ. Жауап алу хаттамасы менің айтуым бойынша дұрыс жазылды, оқып таныстым деп кәмелет жасқа толмаған куә қол қойған. Келесі: Журавлева Галина Николаевна, 15 том, 43 парақта. 15 қазан 2024 жыл, жауап алу бастамасы 16 сағат 01 минут, аяқталуы 16 сағат 20 минутта. Маған қойылған сұрақтардың негізінде келесін түсіндіремін. Мен жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойынша қызым 15-11-1979 жылы туылған Юлия Александровна Вострюкова мен бірге, күйеу балам 09.09.1971 жылы туылған Виктор Павлович Вострюковпен бірге осы мекен-жайда 20 жылдай тұрамын. 03.10.2024 жылы мен күні бойы үйде болдым. Шамамен 01:00 сағатта мен теледидар көріп жаттым. Сол кезде Шота Руставели көшесі жақтан шуларды естідім. Сол кезде терезеге жақындап қарағанымда бір баланы ұрып жатқанын көрдім. Одан кішкене жоғары жерде тағы бір бала отырды. Оның қасында әйел адам болды. Содан балалар Менделеев көшесімен төмен қашып кетті. Бейнекамераға түсірмедім, біздің үйде бейнекамера жоқ. Көршілердің біреулерінің шыққанын мен көрмедім және естімедім. Мен теледидар көріп отырғанымда мен бірінен соң бірі атылған дыбыс естідім. Кімнің атқанын және мылтықты кімнің әкелгенін білмеймін. Сол себепті осы оқиға бойынша менің басқа қосатыным жоқ. Жауап алу хаттамасы менің сөзіммен дұрыс жазылды және мен оқып таныстым деп қол қойған.
Келесі 16 том 67 парақта. Амиркулова Евгения Максимовна деген. 20-10-2024 жыл жауап алу басталды 12 сағат 13 минут, аяқталды 12 сағат 25 минутта. Маған қойылған сұрақтардың негізінде келесінді түсіндіремін. Мен жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша жолдасым 14.07.1990 жыл туылған Данияр Касымханович Амиркуловпен тұрамын. Осы мекенжай бойынша шамамен 6 айдай уақыт тұрамыз. 03.10.2024 жылы мен үйде болдым. Біз жолдасымыз екеуміз теледидар көріп отырдық және шамамен 00 сағатта біз атыс дыбысын естідік. Терезеден қараған сәтте топтасқан адамдар көше бойымен жүгіріп бара жатты және әйел адамдардың дауысын естідік. Олар жүгір бол тез өлтіретін болды. Бұл атыстан кейін болды. Атысқа дейін мен ер адамның ат өлтір оларды дауысын естідім және бұл бірнеше рет қайталанды. Содан кейін біз қарамадық. Осы дерек бойынша менің басқа қосатыным жоқ. Жауап алу хаттамасы менің сөзіммен дұрыс жазылды және басыл деп қол қойған. Мына жерде куә айтып отыр, ат өлтір деген сөз. Ол шындығында айтылған сөз бе, айтылмаған сөз бе? Жаңа куәнде кейін бізде кішкене күдікті бар, ол кісі жаңа бақ тартып қойды. Мына кісі сол сөзбен тұра ма? Я болмаса кімнің аузынан шықты, соны айтатындай болса. Жауап алу сұрау туралы өтініш білдіріп отырсыз. Жақсы, сот қанағаттандырды. Келесі сот отырысына Амиркулова Евгения Максимовнаны жеткізу туралы. Титков Сергей Николаевич, бұл бізде 15 том 25 парақта. 15 қазан 2024 жыл. Жауап алу басталды 15 сағат 11 минут, аяқталды 15 сағат 29 минутта. Маған қойылған сұрақтардың негізінде келесін түсіндіремін. Мен жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша жалғыз тұрамын. Осы мекенжайда 2005 жылдан бері тұрамын. 03.10.2024 жылы мен үйде болдым. Теледидар Невский сериалын қарадым. Содан шамамен 02:00 сағатта мен айғай-шу естідім. Терезеден қарадым. Сол кезде топтасқан жас балалар төбелесіп жатқанын көрдім. Сол мезетте біреуі құлады. Сол кезде біреуі жүгіріп келді. Үстіне содан тағы басқасы жүгіріп келді. Оның қолында бір зат болды. Дубинағама ұқсас, мен анық байқамадым. Ол да сол құлаған жігітті ұра бастады. Оны итеріп жіберді. Ол біздің үй жаққа бұрылған кезде мен оның қолында мылтық болғанын көрдім. Бейнекамераға мен түсірмедім. Мен біреудің 4-ші қабаттан бейнекамераға түсіргенін естідім. Біздің үйде бейнекамера жоқ. Барлығы тынышталғаннан кейін мен терезеден қарадым. Сол кезде адамдардың жүргенін көрдім. Нақты кімдердің екенін мен айта алмаймын, өйткені бет әлпеттері көрінген жоқ. Мен мылтықтан атылған оқтың дауысын естімедім. Осы оқиға бойынша менің басқа қосатыным жоқ деп жауап алу хаттамасы менің сөзіммен дұрыс жазылды және оқылды деп қол қойған. Бет перделі, бет әлпеттерін көрген жоқпын деп айтып отыр ғой. Микрофон беріңіздерші. Пристав, микрофон беріңіздерші. Оның қажеттігі жоқ. Жақсы. Келесі жауаптарыңыз. Бурлуцкий Владимир Иванович. 14 том 17 парақ. 11 қазан 2024 жылы алынған. Басталу уақыты 13 сағат 48 минут, аяқталу уақыты 14 сағат 21 минутта. Ат жөнін қайталап жіберіңізші. Бурлуцкий. Бурлуцкий Владимир. 14 том 17 парақ. Маған қойылған сұрақтардың негізінде келесіде жауап беремін. Жоғарыда көрсетілген мекенжайда 30 жыл тұрамын, нарколог және психиатр дәрігердің есебінде тұрмаймын. Көрсетілген мекенжай бойынша өзімнің жұбайыммен кіші қызыммен тұрамын. Жұбайым Бурлуцкая Любовь Николаевна, қызым Бурлуцкая Ирина Владимировна. Әрі қарай келесін түсіндірем. 03.10.2024 жылы барлығымыз үйде болдық. Түнгі шамамен 00 сағат 30 минутта мен теледидар көріп отырдым. Сол кезде даладан шу естідім. Балконға шықтым. Сол кезде Қамажай дүкенінің қасына бір топ жас балалардың жиналғанын көрдім. Олар айқайлап ерегесіп жатты. Ары бері жүрді. Олардың қанша болғанын айта алмаймын. Өте көп көліктер болды. Келіп кетіп жатты. Маркаларын білмеймін. Жас балалар тобы көшенің жоғарғы жағымен кетіп қалды. Сол кезде айғай-шу басталды. Сол кезде мен атыс дыбысын естідім. 2 мәрте атқанын естідім. Кімнің атқанын мен көрген жоқпын. Осыдан кейін мен көшеге шықтым.
Сол кезде біреуін көлікке салып жатқанын көрдім, ал тағы біреуі қасында жатты. Көлік маған белгісіз бағытта кетіп қалды. Содан кейін мен пәтеріме кіріп кеттім. Мен көшеге шыққан мезетте аулада ештеме болмады. Мен жалғыз бақылап отырдым. Шамамен 02 сағат 00 минутта үйдегілерімнің барлығы ұйықтап жатты. Мен телефон камерасына түсірген жоқпын. Кімнің түсіргенін де білмеймін. Біздің үйімізде бейнекамера жоқ. Осы дерек бойынша менің басқа қосатыным жоқ. Жауап алу хаттамасы менің сөзіммен дұрыс жазылды және мен оқып танысын деп қол қойған. Маратова Дана Дүйсенбаевна. 15 том 145 парақта. 18 қазан 2024 жыл. Басталу уақыты 11 сағат 43 минут, аяқталу уақыты 12 сағат 55 минутта. Маған қойылған сұрақтардың негізінде келесінді түсіндіремін. Мен жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша жолдасым 16.06.1994 жылы туылған Дайыр Ербол Маратовпен бірге тұрамын. Осы мекенжай бойынша 2023 жылдан бері тұрамын. 03.10.2024 жылы мен үйде болдым. Біз 23.00 сағат аяқтауға жатып қалдық. Содан кейін атылған дыбыстан оянып кеттім. Оянған сәтте екінші атылған дыбыс естілді. Содан бірден балконға жүгіріп бардым. Сол кезде жерде бір жас баланың жатқанын және қасында әйел адам жедел жәрдем шақыруды сұрап айқайлап отырғанын көрдім. Бір топ жас балалар шамамен 6-7 адам төменге қарай жүгіріп бара жатты. Содан қара түсті көлікке отырып шығыс бағытта кетіп қалды. Менделеев көшесінен біреудің бейнекамераға түсіргенін мен байқамадым және көрмедім. Далаға шыққан адамды да көрмедім және мылтық әкелген адамды да көрмедім. Жауап алу хаттамасы менің сөзіммен дұрыс жазылды және мен оқып танысын деп қол қойған. Кейінгісі Усальцева Галина Геннадьевна. 15 том 19 парақ, 20 парақта. 15 қазан 2024 жыл. Жауап алу басталды 14 сағат 45 минут, аяқталды 15 сағат 09 минутта. Маған қойылған сұрақтардың негізінде келесінді түсіндіремін. Мен жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша қызым 2011 жыл туылған Варвара Олеговна Булақпен тұрамын. Осы мекенжайда 2021 жылдан бері тұрамын. 03.10.2024 жылы мен күні бойы үйде болдым. 22.00 сағатта жатып қалдым. Содан 12.00-01.00 сағатта шу мен айқайдан оянып кеттім. Содан балконға шықтым. Сол кезде жерде жас баланың жатқанын көрдім. Содан көшенің жоғарғы жағынан қолында мылтығы бар бір жігіт түсіп келе жатты. Түр әлпетін көрмедім, тани алмаймын. Содан үйге кіріп, басқа бөлмеге барып, терезеден қараған кезде топтасқан жас балалар көшемен төмен жүгіріп бара жатқанын көрдім. Телефон камерасына түсірген жоқпын, біздің үйде бейнекамера жоқ. Көршілерден мен ешкімді далада көрмедім. Мен бір рет тарс еткен дабысты естідім. Арықтау келген маған таныс емес жігітті көрдім. Сол кезде жерде жас бала жатты. Осы оқиға бойынша менің басқа қосатыным жоқ. Жауап алу хаттамасы менің сөзіммен дұрыс жазылды және мен оқып танысын деп қол қойған. Я болды. Болды, құрметті сот.